сәлеметсіздер ме, құрметті әдебиет сүйер қауым. Қазақтың біртуар ұлдарының бірі, данышпан ақын, ойшыл, дана ғұламалардың бірі, қазақ әдебиетінің шоқтығы биік бір тұлға. Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған ғаламның жырдан асатты поэзия сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Абай Құнанбаев қазақ әдебиеті поэзиясындағы шоқтығы биік дара тұлға. Абай қазақ поэзиясының өсіп, гүлденіп, жаңа сапаға жетуіне орасан зор еңбек етті. Артық жас ұрпаққа терең ойға толы алуан өлеңдері үлгісін қалдырды. Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды, әлемді танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай әрқашан біздің ұлттық ұранымыз болуы тиіс дейді елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Орыстар үшін Пушкин, ағылшындар үшін Шекспир, грузиндер үшін Руставели қандай ұлы құбылыс болса, қазақтар үшін Абай да сондай теңдессіз құбылыс деген екен. Қайсын білу. Ұлы ақын, ағартушы Абай музыкалық саласында да айта қалғандай мұра қалдырды. Өзінің асыл өлеңдерін, қара сөздерін қағазға түсіріп, кейінгі ұрпаққа жазып қалдырса, музыкалық жөнде оның ондай мүмкіндігі болмады. Өйткені Абай өмір сүрген кезеңде қазақта музыканың жазған әңгімесі жоқ. Халықтың музыка ауыз дәстүрін қалыпта еді. Сондықтан Абай әндерінде халықтың басқа халықтың ән күйлері сияқты ауыздан ауызға, заманнан заманға ауыса отырып жетті. Музыка саласында жазба мәдениетінің болмауына қарамастан, Абай әндерінің бізге толық жеткен себебі олардың халықтың жүрегінде сақталуға сапасы сай келетін шығармалар болғандықтан халық санасынан өшпес орын алғандығында. Абай әндерінің өзгешелігі мелодиялы, ырғақты жақтарынан да